Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім Софи. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын, торттың ішіне жағатын және сыртында әсемдеуге арналған өте стойкий болып шығатын шоколадты кремді жасап көрсеткім келіп тұр. Ол үшін бізге крахмал керек, қант және какао. Осы үшеуін жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Какао мен крахмалды үккіштен өткізіп алсаңыздар жақсырақ болады. Өткізбесе де болады негізі. Мен өткізбедім. Өстіп жақсылап араластырып аласыздар да, оған бір жұмыртқа қосасыздар. Сосын сүтті бөліп 2-3-ке бөліп қоясыздар. Араластыруға жақсы болу үшін қанты мен какао жақсы ереді, аз-аздан құйсаңыздар. Өстіп жақсылап араластырасыздар. Соңында қалған сүтті толықтай құйып, жақсылап тұрып, қанты ерігенше араластырып аламыз. Қанты ерігенше араластырып болғаннан кейін газға қатты отта бүлкілдеп бір қайнағанша қатты отта бір пісіріп аласыздар. Бұрқ ете қалған кезде отын бірден бәсеңдетіп, баяу отта 1-2 минут пісіріп аласыздар. Мен міне отын бәсеңдеттім, азайтқаным. Өстіп қоюлана бастайды. Біздің креміміз сонымен дайын болады, бірақ оған біз сармай қосу керекпіз. Сармайды суығаннан кейін қосамыз. Ол үшін пока осы кремді ыстық күйінде бетін пищевой пленкамен жауып қоясыздар. Ауа кірмейтіндей етіп ше. Өйткені беті кеуіп қалса, бұл кремнің консистенциясы бұзылып кетеді. Өстіп қоясыздар. Толықтай суығаннан кейін ғана сармайымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің креміміз толықтай суыды. Прям шоколадный дәмі Қазақстан шоколадқа ұқсайды. Өте дәмді болып шығады. Бұны қазір миксермен бірлеп араластырып алам. Сосын сармайды қосатын болам. Сармай бізде 82%-тік май, өте майлы болған жақсы сармайдың. Маргарин қолданбаңыздар, өйткені маргарин отходтардан жасалады негізі. Арзан болғаннан кейін. Одан да майдың сапалысын қолдансаңыздар жақсы болады. Осылай майды қосып жақсылап миксерлейміз. Осымен біздің креміміз дайын. Бұл крем өте дәмді. Прям шоколадный, насыщенный болып шығады. Торттың ішіне жақсаңыздар да болады. Сыртын әсемдеп, әрлеу үшін сыртына қолдансаңыздар да болады. Капкейк, трайфлға қолдансаңыздар болады. Мен осындай шоколадты торт жасадым, соған қостым. Дәмі өте дәмді болып шықты. Прям насыщенный болып, сіздерге кеңес берем, осыны жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп алыңыздар.